келін түскеннен кейін жеңгемізді біз анамыздың орнына көретінбіз. Анамыздың орнына. Оны бір бөтен әйел ретінде көрмейтінбіз. Неге? Өйткені салт солай қалыптасты. Біз жеңгемізді анамыздың орнына көруіміздің себебі жеңгеміз сонша бізге мейірімділік көрсеткендігі, жақсы қарым-қатынас көрсеткендігі. Осындай дәстүрлеріміз қазіргі кезде ескіріп, мағынасын өзгертіп, ортамызға түсіп, болмысы өзгеріп келгеннен біз көп қиналып жатыр халқымыз. Ата бұлайша қарап отырсақ, біздің барлығы соның барлығы не? Дінде бар ғой. Халық деген бұл дәстүр. Дәстүр жоғалса, халық жоғалады. Абу Ханифа мазхабында міне Құран дейміз, сүннат дейміз, ижма дейміз, қияс дейміз, истихсан дейміз, урф дейміз. Урф деген осы, бұл не осы дәстүр, урф деген. Қазіргі уақытта енді өкінішке орай діннен алыстағанымыз, бір жалпы салт дәстүрімізден алыстағандықтан біз діннен алыстап бара жатырмыз негізі. Көбісі былайша айтқанда ойласа, қарап отырсақ, біз діннен емес дәстүрден кетіп бара жатырмыз. Дәстүрден кетіп бара жатырмыз. Бізге келу қиын нәрсе емес дін деген. Енді мына 5 нәрсе ғой: дініміз, дәстүріміз, тіліміз, тарихымыз, жеріміз. Осыны осылай істеу. Осы бар кезде біздің басымызда бақ бар. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі студияның тақырыбы кезекті дін мен дәстүр. Осы тақырыптың айналасында сөз өрбітетін боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы менің сол жағымда отырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының наиб муфтиі Сансызбай Шоқанұлы. Ал менің оң жағымда отырған қазіргі мынау Нұрғасыр мешітінің наиб имамы Исмаил бауырымыз келіп отыр. Мен Нұрмұхаммед Разақов, осы Алға аудандық дін мәселелер және қоғаммен байланыс орталығының қызметкері болып жұмыс істеймін. Енді бүгінгі тақырып, Сәке, Исмаил бауырым, дін менен дәстүр. Біздер көбінесе қазақ халқында айтып отырамыз, барлық кездескен жерде де айтамыз, жүрген жерімізде айтамыз. Дін менен дәстүр бізде қазақпенен бірге біте қайнасып кеткен, бірінен біріне алып ажыратып алу мүмкін емес деген деп те жүреміз. Енді осы тақырыптың айналасында бүгін бір сөз өрбітсек, әркім бұл жерде ойымызды ашық айта береміз. Қандай ойдасыңдар, қандай пікірдесіңдер. Себеп бұл халықтың көзі жететін қажетті дүниелер өте қажет болып тұр. Кейінгі кезде мысалы біздер дәстүр дейміз. Ойбай, баяғы біздің ата-бабаларымыз өлгеннің артынан жылқы сойған деген сияқты тағы да осындай бір үлкен бір жаназаларды өткізгенде біздің дәстүрімізде мынандай ет деп айтып жатады. Бірақ осы мәселелерде де біздің дәстүрімізде өте бар ма еді, жоқ па еді дегенде ойға қалып қаласың. Бірақ енді бұрынғы ата-бабаларымызды тыңдап отырсақ, бұрынғы кісілердің айтқан көріп отырсақ, еш уақытта жаназаға бір мал сойып не алмаған. Бірақ халық өз жиналып сауын айтады дейді ғой. Ас болатын болса, садақа болатын болса, бір үлкен мәртебелі жерде осындай сауын айтып, ел болып жиналып, әйтеуір соның жаназасын атқарған деп есептеп жатамыз. Осы мәселеде үлкен пікірлер туындап жатады. Содан кейін мына келіннің сәлем етуі, о жағына да біраз бір айтар өздерінің уәждері бар. Биташар мәселесінде осы тақырыптың айналасында біраз ғантай бір сөз қоссақ. Енді алғашқы сөз кезегін енді өзіңіз, Сансызбай ұстаз, өзіңіз бастасаңыз, аржан Исмаил бауырым, сізді қуаттап отырсаңыз, бізде әйтеуір өзіміздің ой пікірімізді ортаға тастасақ дейміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Сумма амма баъд. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Ағаларым, бауырым, иншалла, Алла күш-қуат берсін. Енді дін мен дәстүр, шариғатымызда білесіздер, ислам діні бұл ешқандай бір дәстүрді мансұқ қылуға келген дін емес. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде ол адамдар сендерді о баста бір еркек бір әйелден жараттық, бір-бірлеріңді тану үшін, білу үшін ұлттарға, ұлыстарға бөлдік дейді. Халық деген бұл дәстүр. Дәстүр жоғалса, халық жоғалады.
Абу Ханифа мазхабында міне Құран дейміз, сүннат дейміз, ижма дейміз, қияс дейміз, истихсан дейміз, урф дейміз. Урф деген осы, бұл не осы дәстүр, урф деген. Әдет ғұрып. Ғұрып деген адамның жан дүниесі жақсы көріп, ақылы мойындаған нәрсе. Міне осы біздің қазақ халқы, ежелгі түркі халқымыз ғой, бәрі түрік. Мынау көршілестен басқа біздің дәстүріміз бөлек. Жай айтатын болсақ, міне қазақта айтады, ер жігіттің 3 жұрты бар дейді. Өз жұртың, нағашы жұртың, қайын жұртың. Енді сұрақ келеді. Әйелдің қыз баланың не жұрты бар деген сияқты. Қыз баланың да 3 жұрты бар. Қыз баланың төркін жұрты дейміз. Төркіні. Өз жұрты ол барған жері. Нағашы жұрты болып қала береді. Нағашы жұрты болып қала береді. Қазақта кезден келіндерді қайын жұрты, қайын жұрты деп айтады. Бірақ келінде қайын жұрт болмайды. Келінде қайын жұрт болмайды. Оның жұрты, оның барған жері. Өз жұрты. Қазақта не дейді? Тастай батып, судайсың дейді. Қайтып келген қыз жаман, қайта шапқан жау жаман дейді. Құдай сақтасын, елінен шығарып жерілген адам қандай сорақ адам болады. Сол сияқты өзінің жеріне барып сіңбейған. Осы қазақта бір не бар? Өлісі тірісі дейді. Қыз ұзатқан екен, оны не бір қой сойып, өлтірісін береді. Бұл деген сөз, өлісін де, тірісін де сізге бердік. Енді адам баласы барған екен, сол жерде жаңағы несі өтеді. Сол жердің анасы болады. Қайтыс болған екен, оны біз барып нағашыларымыз қабырда қоймаймыз ғой, бір анамыз, әжеміз қайтыс болса. Кәреге қайтыс қоямыз, атамыздың жанына қоямыз. Өзінің жұрты. Мұны келінге сәлем салуда, бір келін келген кезде, бұда да үлкен бір мағана жатыр. Бір 20-25 ары кетсе, 18 жасар қыз келеді, келін. Оны бүкіл халық жиналады. 70 жастан 7 жасқа дейін. Ол еліне бір адамды не қылып қабылдап жатыр. Әзір құдалардың ойында да, халықтың ойында психология бұзылды. Қазақта ешқашан менің қызым мені асырайды деген түсінік болмаған. Қыз кісі жұрт, қыз қонақ. Ана құда да осы келін келіп біздің экономикамызды көтереді деген болмаған. Ол аз айтады ғой, медицинада оқи ма, дәрігер ма, мұғалім ба, ақшаға сол бұл Құдай сақтасын жаман түсінік. Ана қыз келеді, жер дауы, жесір дауы, ұрпақты көбейте тұрған адам ғой. Осы келеді, осы елдің сойылын соя тұрған бір батырды, биді алып келетін адамды, біздің санымызды көбейте тұрған адам келе жатыр деп, халық осы неғылға қарсы алған. Енді осы жерде не бар мынау? Құлшылық бар, құрмет бар, сұрау бар. Осына жер. Құлшылық кімге болады? Аллаға. Құлшылық деген не ол? Табыну, сиыну, жалыну, жалбарыну, кішірею, мынаны Рәбім деу, мен оның пендесімін деу деген нәрсе бұл не құлшылық? Ал құрмет деген кез келген үлкен адамы құрмет болады, қыблаға құрмет болады, үлкен адамы құрмет болады. Ал келіні сәлем салуы бұл құлшылық емес, бұл құрмет ретінде. Ізет құрмет дегеннен шығады ғой. Абу Ханифа мазхабында ауыр айтқанда, мысалы, ниет парызда намазда. Дәретің бола тұра, дәретің болмаса, дәретің жоқ екенін біле тұра, намаз оқысаң діннен шығып қалдың дейді. Ол енді құлшылықпен құрметті, құлшылықпен нені сұрауды біз араластырмауымыз керек. Дұрыс айтасыз. Мынау келіннің сәлем салуынан шығады ғой. Мынандай мәселе бар ғой, бізде баяғы үлкен кісілер айтып отыратын. Осы нәрсе біздің ойымызда қалып қойған. Мына нәрсені балаға басынан бастап үйретеді. Бала тәрбиесінде жүреміз ғой енді. Бұл да дәстүрге айналып кеткен. Әже үйде отырады. Басыңда не бар балам? Тәж дәулет бар. Маңдайыңда не бар? Саху сәжде бар. Құлағыңда не бар? Азан қамат бар. Көзіңде не бар? Шамшырақ нұр бар. Мұрында не бар? Шырнауат бар. Тіліңде не бар? Кәлима шахадат бар. Екі иығыңда не бар? Періште бар. Жүректе не бар? Иман бар. Белде не бар? Кәмәр үммет бар. Екі қолда не бар? Қайыр сақауат бар. Аяқта не бар? Сапар бар дейді. Тізеде не бар? Іззет құрмет бар деп үйрететін. Яғни осы нәрсе адамның әрбір мүшесіне жауап беру. Бұл біздің қазақтың дәстүрінде бұл қалыптасып қалған.
Бұл нәрсені осы біздің әдебиетімізде де, мәдениетімізде де кез келген бұрынғы тарихи әңгімелерді қарап отырсаң, осы нәрсе бар. Мысалы, әсіресе мына алпамыс жырларын оқып отырсақ, бұл енді біздің қазақ болмай тұрып, түркі болып тұрған кездегі мәдениетіміз, әдебиетіміз. Ал енді біздің Қобыландыны оқысаң да, дәл осы сөздер қайталанады. Яғни біздің өміріміз дін мен дәстүріне алып кеткен, бірігіп кеткеннің бірден бір несі айғағы болып тұрған сияқты. Ал енді Исмайыл бауырым, енді өзіңізде осы елге келгелі көп біраз болып қалды. Біз әр елдің салты басқа, иті қарағасқа дейді ғой. Бірақ дегенмен де әр жерде салт дәстүр басқа жерге келдім деп ойламаймын. Жоқ, мынандай нәрсе, біз қазақ болғаннан кейін шығысымыз бар, батысымыз бар, оңтүстік, солтүстігіміз бар. Сондықтан әр жерде өзінің салты, өзінің дәстүрі қалыптасып кеткен жерлері бар кей кезде. Қазақтың кейбір салт дәстүрлері ортақ болғанменен, кейбір нелері, іс-қимылдары, әрекеттері, әдеттері. Жаңағы өзім басқа жақта өмір сүрсем де қаным осы батыстық болғаннан кейін ол бәрібір қатты бір айырмашылық бар деп ойлаймын. Енді жаңағы ұстаздың келін мәселесіндегі ізет құрмет мәселесін айтты ғой. Бұл өзімізден бұрынғы аталарымыздан, әжелерімізден көрген бір жақсы заттар бар еді. Мынау біздер білесіздер, келін түскеннен кейін жеңгемізді біз анамыздың орнына көретінбіз. Анамыздың орнына. Оны бір бөтен әйел ретінде көрмейтінбіз. Неге? Өйткені салт солай қалыптасты. Біз жеңгемізді анамыздың орнына көруіміздің себебі, жеңгеміз сонша бізге мейірімділік көрсеткендігі, жақсы қарым-қатынас көрсеткендігі. Тағы бір жаңағы үлкен апаларымыздан естіп тыңдап отыратынбыз, анау өзінің келіндерінің балдарын бір-біріне еміздіретін жаңағыдай. Бір-біріне еміздіретін. Пәленше келін, сен ана баланы еміздейтін. Анау тамақ істеп жатса, бір тірлік үйдің шаруасын жасап жатса. Мен оны кейін келіп түсіндім да, оның не үшін олай жасағандықтарын. Өйткені бір үйде өмір сүргеннен кейін, бір шаңырақтасын, өзінің анасы ретінде уже шариғат несінен де, салт дәстүрінен де, сыйдан да, құрметтен де, мейірімділікте ары қарай керісінше жаңағыдай жеңге болса да ол не қылады, анасының орнында жүре береді. Ешқандай бір ерсі қылық көрсетпейді, ерсі қылық ода шықпайды ол балада. Өйткені ол ананың сүтін емгеннен кейін. Сол қасиеттер мысалы. Қазіргі уақытта енді өкінішке орай діннен алыстағанымыз, бір жалпы салт дәстүрімізден алыстағандықтан біз діннен алыстап бара жатырмыз негізі. Көбісі былайша айтқанда ойласаң, қарап отырсақ, біз діннен емес дәстүрден кетіп бара жатырмыз. Дәстүрден кетіп бара жатырмыз. Бізге келу қиын нәрсе емес бұл дін деген. Енді мына 5 нәрсе ғой: дініміз, дәстүріміз, тіліміз, тарихымыз, жеріміз. Осыны осылай істеу. Осы бар кезде біздің басымызда бақ бар. Жаңа айттыңыздар тура. Адам баласы 5 күн жалған дейді ғой. Туылғаннан 8 жасқа дейін сәбилік жас дейді. 8-ден 14-ке дейін балалық шақ, 14-тен 41-ге дейін жігіттік шақ дейді. 41-ден 63-ке дейін есейген шақ дейді. Ары қарай қартайған шақ дейді. Мына осы әйелге байланысты. Кімнің анасы жақсы болса дейді, оның сәбилік шағы мен балалық шағы жақсы өтеді екен. Кімнің алған жары жақсы болса, өте қиын жағдай, мынау аяққа тұрам дейді, еңбек қылам дейді, оның жігіттік шағыма есейген шағы жақсы өтеді екен. Енді кімнің алған келіні жақсы болса, оның қартайған шағы жақсы болады. Ата, намаз уақытыңыз болды, дәрісе тұрған уақытыңыз болды деп, өзінің әкесіндей қарайды. Жаңа бұл табиғи нәрсе, мынау киіктерде де сондай нәрсе бар екен, мынау деған кезде бір-бірін емізіп кете беретін. Қазақта да мынау шариғатқа да бұның жанастырып жируі. Қазақтағы 3 жұрты 7 атаға дейін үйленбеуіміз, ол емізген кейін сүт ана деген нәрсе бар. Құран-ы Кәримде «Хуримат алейкум уммахатукум ва банатукумдан кейін ахаватум мин радаа бар. Осы нәрсенің барлығы кәдімгі бір ұру, бір семья сияқты өседі ғой енді, бір семья. 7 атаның баласы бір ауылда. Бұны да қазір медицинадан айтып жатыр. Бұған өте көп мемлекеттер, халықтар осыған әрекет қылып жатыр, бірақ жете алмайды. Қазір не тексерілген кезде өзіңнің ұлыңда 50% денкаң болады екен. Небіреңде 25, шөбіреңде 12,
шөпшегіңде 6, неменеде не болады екен? 3. Жүре туа жартта 0,1,5, жүре жартта дейді, 0,75, жек жартта жоқ болады екен. Бабам қазақ бір ауыз сөзбен айтыпты. 3 атада тән өзгереді, 7 атада қан өзгереді деп. Міне болды. Бұл енді көрегендік, әулиелік, осындай нәрсе. Әмеңгерлік деген нәрсе бар. Әлбетте, Құран-ы Кәрімде сенің туған балаңның әйелі сенің туған қызың сияқты. Ана өзіне балағы болады ғой, өзіне балағып. Туған балаңның әйелі, туған келінің сенің туған қызың сияқты. Туған қызыңа неке жүрмеген сияқты, туған балаңның әйеліне неке жүрмейді, ол қызың сенің. Ал енді Құдай сақсын, әркім қосағымен қосағарсын, жеңгесіне, інісінен, әйеліне келді. Оған не? Ол қаза болып кетсе, анау жетімді жылатпау үшін, жетімді тентіретпеу үшін, жетімді жылатпау үшін, жесірін алмау үшін, оған не алады? Өзіне алған. Бұның өзі қазақ халқында бар екен, кейін мынау яһудилерде бар екен. Осы нәрсе. Осы бүкіл христиан, мұсылманның бәрін несін оқып шыққан кезде, бұның өзі де бір жеке бір көргенлік дәстүр. Қай елмен көрші болсақ та, тура біз енді Орта Азиядағы мұсылмандардың бәрімен дініміз, ақидамыз, мазхабымыз бір, кейбір дәстүрлердің бір шығар, көп мұндай өзіміздің ерекшелігіміз бар, оны ұмытпауымыз керек. Мына табиғи жағдайға байланысты, географиялық жағдайға байланысты енді өзгерістер болуы мүмкін ұстанған дәстүрімізде, бірақ мына Мауреннахрдың айналасы, екі судың ортасында, екі судың жағалап отырған елде, мына Орта Азия бүкіл біздің менталитетіміз бір халықпыз ғой. Бірімізді біріміз құрметтеу, бір-бірімізді сыйлау, бір-бірімізге деген жанашырлық деген нәрсе, жаңағы айтып отырған нәрсенің барлығы қазақтың осының бойындағы салт дәстүрдің бәрі өзбекте де бар, Қарақалпақта да бар, Ноғайда да бар, Башқұртта да бар. Мына Беташар деген түркі мемлекеттерінің бәрінде. Бұл Қарақалпақта да бар, өзбекте де бар, Қазақта да бар, Қырғызда да бар, Башқұртта, Ноғайда, бәрінде Беташар бар екен. Бұл егер барлығы да ислам ғой, мұсылман адамдар. Егер мен ойлаймын, егер соның бәрі бидғат болатын болса, немесе бидғат дейміз ғой, бір Алланың алдында бір қандай да күнә жасап қоятын болсаң, немесе Алланы тәрк ететін болсаң, мұндай нәрсені біздің бабаларымыз алмас еді дегенде ойда пікірде қаласың кей кезде. Осы нәрсені түсіндіреміз, жастарға айтып жатамыз. Жаңағы әмеңгерлік деген нәрсе, бұл да дәстүр. Бұл дәстүр деген бүкіл елде, бүкіл жаңа бізден туысқан, бүкіл халықта 6 арыстың, 6 алаштың баласында бар нәрсе. Бұл іргенің бүтіндігі, қанның тазалығы, баланың тәрбиесі, әдебі бір жерде жүреді екен ғой, жарықтық. Осы нәрселердің барлығын көргендікпенен, білгендікпенен далада жүріп, осы елдің іргесін сөкпей, тіке ұстауда бабаларымыз жақсы қолданған. Кешегі 20-шы жылға дейін, осы 20-шы ғасырдың 20-шы жылына дейін, осы әнеу күнге дейін қазақтың 7 жарғысының заңдары мен заңдылықтарымен өмір сүрдік. Ал енді осы 7 жарғыда да қаралатын мәселе осы біздің салт дәстүрлеріміз. Ал енді кейбір енді ырымдарымыз бар, кейбір ырым ететін. Ырым деген ырын етсең қырын кетеді дейді ғой кей кезде. Бірақ қазақтың ырымы ниетпенен болатын болған. Жақсы нәрсе болатын болған. Ал енді кейбір ырымдарымыз бар, өзгеріске ұшыраған. Енді мынандай нәрсе бар ғой. Қазір мынау есіктің алдына көзетпесін деп тұз байлап қояды, қызыл шүберек байлап қояды дейді ғой. Мына тұз дорбаны байлап қоятын себебі тұзды. Далада тұрады екен, өзі далада бақан тұрады екен. Сол жерде тұз ілулі тұрады. Соның ішінде қалта болады, сол жерде. Соның ішінде тұз болады, шақпақ болады, бұрыш болады. Жолаушыға не қажет? Кепкен нан болады, сол жерде тұрады. Сонда не алады? Сол келе жатқан жолаушы тұз үшін, оттық үшін, жаңағы нан үшін асығып баратқан адам қолына ілетте кете береді. Алып кете береді, болды. Ол сол үшін тұратын болған. Ал қызыл шүберек байлайтыны, яғни бұл үйде ауру бар, бұл үйде жаңа туған сәби бар. Бұл сізді қонақ қыла алмайды деген мағынаны білдіреді екен. Қазақта бір сөз бар, жүргенге жүргем ілінеді деген. Жүріп бара жатасың, жаңағы нәрсе жүргем деп аталынады. Қолыңа не саласын, құрт па, не ма аласың да ары қарай кете бересің.
Осындай дәстүрлеріміз қазіргі кезде ескіріп, мағынасын өзгертіп, ортамызға түсіп, болмысы өзгеріп келгеннен біз көп қиналып жатыр халқымыз. Ата бұлайша қарап отырсақ, біздің барлығы соның барлығы не? Дінде бар ғой. Исламда бар нәрсе. Адам соның мағынасын білсе, сонда оны рахат алады да. Кезінде де мынау жаңағы жылқы сою, асына жылқы сойып жатады ғой. Мынау исламнан алдын адам өлсе, мына Зайсанда, шығыста көп айтады, жылқыны қоса көмген екен. Ақыретке сенген ғой, жылқы мініп тұрады деп. Енді ислам дінде енді болмайды. Адамның қабырына жылқы түгілі басқа діндегі адамды көміп болмайды. Оны енді бір жыл оны күзеп, жалынан құйрығын кесіп жібереді екен. Бір жылға дейін ол ұрыда қарыда тимеген. Содан кейін бисмилла Аллаху акбар деп сойған. Ол не болды? Сауап оған кетті, қалғанын халыққа тарқатып садақа. Сондай мәселелерменен шектік деген бар ғой, мына құрбан айтта, бірақ ол да дәстүрге айналып кеткен. Жаңағы жылқы мәселесінде бар, сол шектік деп естідім. Соңғы садақасы деген сияқты. Мына бір соңғы көрген несі. Мына шектік деп қазір құрбан айтта салып жүр ғой адамдар. Осы нәрсе біздің Ақтөбеде өте көп. Өте шектік деген нәрсе, мына жаппай нағылып кеткен. Мен ойлаймын, мына мысалы адам, мен міне бүгін құрбан айтты көрдім, мен бір ай болды көргеніме. Мен үшін, мен осыдан 6 айға дейін өлетін болсам, маған шектік беру шарт емес деп ойлаймын. Себебі мен құрбандығымды шалдым. Егер менің өлгеніме 6 ай, 7 ай, 8 ай, құрбандықтан кейін 8 айдан кейін қайтыс болатын болсам, онда мүмкін менің соңғы құрбандығым жаңағы мына құрбандыққа аяқ басты, бірақ сала алмай кетті. Осын шалы жіберейік деген ойменен, жақсы ниетпенен істеген. Ол да мүмкін, ол сіздің сөзіңізде несі бар шығар, жаны бар шығар. Бірақ мен шектік деген мәселені жаңағы ұстаз айтты ғой, мініп жүрген атын жаңағы жалын күзеп, жіберіп, бір жылдан кейін келіп, оны жаңағы құрбандыққа шалып, кедей-кепшікке таратқан деді. Бұл шектік мәселесі негізі осы жерден шыққан. Шектік мәселесі. Жаңа жылқыны бұл дүниеден өткен кісінің артынан садақа ретінде арнап. Енді сол қазіргі уақытта естиміз ғой, мына кітаптарда не алғанда, бұның мінген атын күзеп жіберетін. Мінген атын. Мінген атын астында. Кейін қазіргі енді ешкім ат мінбейді ғой енді. Мәшинені күзеп жібере алмайды. Қазір қойын. Енді шак енді қарау керек енді. Ол енді дәстүрдің озығы да бар, тозығы да бар дейді. Шак деген шактен шыққан дейді, Аллах алам енді. Негізі құрбан айттың өзінің шарттары бар, оны жақсы айтып отырмын, біліп алып. Құрбан айттың өзі сойылу үшін қой ақсақ, тоқсақ болмау керек. Қой 1 жыл жастан асқан, сиыр 2 жастан, түйе 5 жастан, ешкі 1 жылдан асқан болу керек. Ол құрбан айт намазы оқылғаннан кейін бар, бисмилла Аллаху акбар деп бауыздау керек. Оған жаңағы қой, сиыр, ешкі, түйе жүреді. Жылқыны құрбандыққа шалып болмайды. Енді басқа садақаларға жылқыны құрбандық шалса не? Ешқандай оқасы жоқ. Бірақ құрбандықты білуіміз керек, ол Құдай үшін болу керек. Құл инна салати ва нусуки вал махяи ва мамати лиллахи раббил аламин ла шарика ла ва бизалика умирту ва ана ауалул муслимин. Айт, менің намазым, құрбаншылығым, тіршілігім, өлімім Алла үшін деп. Бисмилла Аллаху акбар деп сойылғаннан кейін құрбан айт енді 3 күн білесіздер, ол 4 түрлік қой, ешкі, сиыр, түйе сойылады. Басқа жерлерде жылқы құрбан айтта жылқы сойылмайды. Біздің мынау қазақта тағы бір нәрсе бар. Мына біздің бұлда қарап отырсаң, шеті барлығы осы діннен алынған дәстүрлер. Басқа алысқа кететін бір қарайлап, жаңа жан-жаққа алыстан бір кітап арықтаратында шарт емес сияқты қылып қойып кеткен ғой бізге бабаларымыз. Мысалы жаңағы бала бөлек шықса, оның еншісін беріп, бөліп шығару. Еншісін беріп жатады, қасына жаңа қосып, малын түгелін беріп жатады дейді. Енді ол қарап отырсаң, исламда да осындай емес, балаға міндетті түрде тәрбие беру, бірақ негізінде мирасында беру ғой. Осы нәрселерді қарап отырсақ, енді бұл жаңағы бөлек шығарудағы еншісін берудегі мақсат жаңағы мирас мәселесінде көп адамдар таласып қалады ғой. Сол талас тартыс
біздің қазақ халқында болмасын деген мақсатпен алдын ала, соның алдын алу үшін осы енші беру мәселесі қазақта көп тараған негізінде. Енді енші бір ауыл ғой, енді осылай көбейеді ғой, енді алмаққан жер көбею керек. Тура мирас мәселесі, әлбетте шариғатта мирас мәселесі өзінің шарттары бар. Агар барлығы таласпаса, мирас ол шарт емес. Ал сұрап қалған кезде ол болу керек. Мираста Пайғамбар айтады, мирас ілімнің жартысы деген. Ол екі жақта. Мираста сөзсіз адам марқұм болу керек, қайтыс болу керек. Содан кейін қайтыс болғаннан кейін оның мұрагерлері болу керек, оның артында қалған мал болу керек. Соны гәніне бөледі. Ұлы бар ма, қызы бар ма, бәріне. Ал тірі кезіндегі нәрсе, енді әлбетте өзінде бар болса, жаңа сіздер айтып жатсыздар ғой, үлкен балаға енші берді. Өзінің жағдайы болса, әлбетте көбі анаған бізде талас шықпайды ғой. Кішіде кім қарады, ата-анамызға қарадың, енді біз өзімізді неміздегіні, мойындағымызды түсірдік, саған не хадия қылдық. Ал енді талап қып келген кезде ол не шариғатқа сай бөліну керек. Сосын қазір қоғамның ішінде мынандай бір талқыға түсіп жатқан сұрақтар бар. Енді бұл мәселе айналып келсек, дінімізге де, дәстүрімізге де мәселе мына бас киім мәселесі. Бас киім мәселесі болғанда әйел адамдардың бас киімінің мәселесі. Көбісі айтады, біздің қазақтардың қыздары өріп шашын жіберген, тақия киген, беті ашық жүрген, елінде жүргенде еркін өскен дейді. Ал ол бала қызба әйел болғаннан, келін болғаннан кейін барып орамал таққан, ол пәленбай бала туғаннан кейін барып кимешек киген деген сияқты дәстүрлерін айтып жатады. Енді бұл мәселеде мынандай нәрсе бар. Біздер дәстүрдің озығы да тозығы да бар дейміз ғой. Бірақ озығы осы нәрсе бұл қартаймайтын дәстүр. Енді бұны бізге жеткізуші этнографтар дұрыс жеткізбеген. Этнографтар. Қарап отырсаңыздар, біздер Шейіт атаға дейін бір ауылда тұрамыз ғой. Менің қызым сізге харам, сіздің қызыңыз маған харам дегендей. Яғни өзіңнің қызың өзіңнің тумағының ішінде еркін жүрмегенде не істейді? Дұрыс па? Енді ол қыз нағашысына баратын болса, міндетті түрде оның қасында екі жеңгесі, екі ағасы болмаса сол ауылдан сол жеңгелері, ағалары еріп, нағашы жұртына шешесімен бірге нағашысына қыдырып баратын болған. Нағашы жұртына барғаннан кейін еркін жүрмегенде не істейді ол бала? Дұрыс па? Міне осындай мәселеде көп дау-дамай туып жатады. Ал енді жаңағы қыз баланың жаңағы еркін өскені, еркін болғаны осыдан деп ойлаймыз. Ал енді бер жағында білмеймін, енді бізде шариғатта қыз бала әйел болғаннан кейін міндетті түрде орамалын тағады, келіндер осы көріп жүрміз ғой бұрыннан. Кешегі күнге дейін ол кезде халық бізде ұру болып тұрды. Бір ұру болды. Қараңызшы, қайтып келген қыз жаман, қайтып шапқан жау жаман деді. Ана қыз ертіп келсе артына, ұл келсе мына жердегі қыздарға не бол? Проблема. Ол қыз келсе мына жерде ұлдарды құртады. Ол елдің өзінің молдасы болған, өзінің биі болған, шешені болған, батыры болған. Әзір Құдайға шүкір мемлекетпіз. Бәрі араласып кетті. Қазақ емес, бір неде басқа ұлттармен де, корейсіменен, немісіменен, бәрімен тұрып жатсын да бір ғимарада. Сондықтан оны бары баяғыда жаңағы ағаларын жанында жүрген жоқ қой. Бұл кезден олар орамалын тағу керек, қымтанып, не жақсылер жауып жүру керек. Сол нәрсені дұрыс жеткізе білу біздің міндетіміз, біз басты бүгінгі бағдарламаны да өткізіп отырғанымызда. Фатуа дейді жаңа әл-фатауа ятағайру заман макан ахуал ашқас дейді. Фатуа орынға, уақытқа қарай не өзгереді. Адам баласы ол уақытпенен орынның перзенті мынау жағдайға қарай осындай болғаннан кейін сол дініміз деп дәстүрін бірге алып жүрген өте орынды болады иншалла. Алла разы болсын сіздерге. Көптен көп рахмет. Өмірлеріңізге берекет берсін, істеріңізге де берекет берсін. Бүгін де бұл стол үстінде көптеген мәселе қараған сияқтымыз, бірақ дегенмен де айтар сөз көп. Бұнымен бұл өзі бір жатқан ілім ой, мұның бір күнде айтып тауысу оңай емес. Сондықтан да құрметті көрермендер, егер қандай да бір ой пікірлеріңіз болатын болса, бізге жаза отырыңыздар. Бүгінгі біздің студиямызға келген қонақтарымызға көптен көп рахмет айта отырып, келесі кездескенше сіздерменен қош айтсамыз. Дініміз берік болсын, иманымыз кәміл болсын.
Аллах разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.